Сәлеметсіз бе, құрметті ата-ана, білім бастау арнасына қош келдіңіз. Бірге баламызды дамытайық. Бүгін үйде бар заттармен баланы дамытамыз. Ол үшін бізге барлық үйден табылатын макарон және де түрлі дәнді дақылдар қажет болады. Барлығы бір ыдысқа салып араластырамыз. Сосын баланың алдына қойып, бірдей заттарды бір ыдысқа жинау керектігін бірінші көрсетеміз, сосын айтатын боламыз. Балалар сөзден қарағанда істі тез есте сақтап қалады. Бұл ойын арқылы бала зейіні бір орынға қаратылады және тұрақталады. Баланың ұсақ моторикасына әсер ете отырып, оның сөйлеу тілі, есте сақтау қабілетімен зейінін дамытамыз. Қаншалықты баланың осындай ойындар ойнататын болсақ, баламыз соншалықты білімді, шапшаң, ақылды болып өседі. Үйде бар заттармен осылай қолдансаңыздар болады. Көбінесе ой, менде анау жоқ, менде мынау жоқ деудің қажеті жоқ. Үйде бар заттармен баламен уақытты қызық өткізсеңіз, балаңыз соншалықты дамиды, соншалықты жетіледі. Бала құдды пластилин іспеттес. Сіз қандай форма жасап шығасыз, балаңызда сондай болып шығады. Сондықтан өз баламызға уақытылы көңіл бөліп, оның сөйлеу тілін дамытып, жаңағы жасына сай келетіндей етіп, жетілдіруге әрекет жасауымыз қажет. Адам ұрпағымен мың жасайды, сондықтан ұрпақтарымыздың жеке тұлға ретінде дамуына ең алғаш қадамды өзімізден бастауымыз қажет. Видео пайдалы болған болса, лайк, комментарийда сіздерді күтемін. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар.